Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін карамельный сметаниктің рецептімен бөліскелі отырамын. Өте жұмсақ, керемет болып шығатын болады. Ең алдыменен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше, ең алдыменен таза ыдысымызға ұн илегіштен ұнымызды өткізіп, оның үстінен сары майымызды салатын боламыз. Сары май маңызды емес, жылы мұздай болуы. Крошка тәріздес етіп алатын боламыз, бір-біріне біріктіріп. Содан соң үстінен қантымызды 4 ас қасық қантты, 1 шай қасық разрыхлителді салып, араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстінен жұмыртқамызды салып, жақсылап біріктіріп алатын боламыз. Қамырымызды біріктіріп илеп алғаннан кейін пленкаға салып 5 минутқа қойып қоятын боламыз. Бетін жауып 5 минутқа қойып, енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. 20% кез келген қаймақ бола береді. Мен осы қаймақты қолдандым. Таразымен өлшеп, немесе мен сияқты көз мөлшермен өлшеп жасасаңыздар да болады. Қаймақпенен қоюлатылған қара сгущенканы қосатын боламыз. Варенка деп аталады. Бұл варенканы араластырсаңыз, қаймақпенен өте керемет дәм шығатын болады. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Үстінен қантымызды салатын боламыз. Алдыменен үшеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Бенчиктің көмегімен араластырып аламыз. Достар, каналымда түрлі рецепттері бар. Тәтті тағамдардың, булочкалардың рецепттері бар, торттың рецепті бар. Өтіп көрсеңіздер болады. Үстінен 2 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып жүретін боламыз. Формамызға майды жағып, алдыменен шет-шетіне тегістеп қойып шығатын боламыз. Содан соң осылай сұйық түрінде болады. Қойылмажына қойып шыққаннан кейін осылай тегістеп, шет-шетін тегістеп қойып алатын боламыз. Ішінен дайын болған қоспамызды қосатын боламыз. Лопатканы көмегіменен тегістеп алатын боламыз. Күнделікті жасап жегенге өте дәмді болады. Балдарыма өте қатты ұнайды. Қызып тұрған пеште 1 сағат көлемінде пісіріп алатын боламыз. Жай жылдамдықпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Соңына дейін қарап бақылағандарыңыз үшін рахмет.